Совет үкіметі құлағанда құрамында неше одақтас республика болды? Білмейсің бе? Онда карта бойынша айтып берейін. Балтық теңізін білесің ғой. Білесің бе? Айта беріңіз, айта Балтық беріңіз. теңізінің жағасында үшеуі бар. Латвия, Литва, Эстония. Батыста төртеуі бар. Украина, Белоруссия, орыстың өзі, Молдаван. Жетеу болды ма? Кавказ үшеуі бар. Армения, Грузия, Азербайжан 10. Орта Азияда Қазақстан бастаған бесеуі бар. 15. Сол 15 елдің жалғыз қазақ. Өз жерінде отырып, тарихын, салтын, тілін білмейтін, туған күн жасайтын Далбаңбай алғашқы айналып кеткен. Бірде-бір басқа республикада болған жоқ. Бірде-бір басқа республика Жириновский, Солженицын деген сұмырай шыққан жоқ, бізден шықты. Бірде-бір басқа өз жерінде отырып ана тілін білмейтін, және оған қысылмайтын сұмырай да бізден шықты. Кейбіреулері биліктің басында отыр. Мен солар балам, немерем биліктен аяқ баратып, қазақ тілін бақайдан қағып отқан солар. Аталарымдағы деген іштен шыққан жау жаман дейді. Сонда өзіміз сұрақ қойсақ, әліппелі мына 15 елдің ішінде манағы тарихым, салтым, тілім неге осындай күйге тап болдық? Біз қайдан шықтық? Біз Сталиннің түрмесінен шықтық. Түрмеден басқалар шықты, біз түрменің ішінде карцерден шықтық. Карцер латынның сөзі, тікелей мағынасы қараңғы түнек деген. Тура аударғанда тозақ деген сөз. Біз сонда Сталиннің түрмесінің тозағынан шықпыз. Сталин халықтарды қайда жер болады Қазақстанға? Атом бомбасын қайда сынды Қазақстанда? Қазақ халқының оңын соңын талтырып зиялы қауымды батыста интеллигент дейді латынша. Оның соны түгел жоқ қылып жүрді. Яғни қазақ халқының бастан айырылды. Басы айырылған қазаққа 70 жыл бойы ойына келген істеді ғой. Соған көкірегін анпісіген мына коммунистер, мына өздерін оқытқан, әділ деп оқытқан жастардың тілегіне жауап берудің орнына олар қара күйіп жала жапсырды. Қандай жала? Наркоман алқаштар дейді жастарға. Қазақ халқына ұлтшыл дейді. Міне сондықтан қазақтың дастарханда арақ тұрма, арақ тұрды деген сөз кешегі құрбан болған жастардың рухын қорлау деген сөз. Соны бауырларымыз жеткізуіміз. Сосын ана тілін төрге шығарымыз. Мен қазір біз бостандықтың көлеңкесінде тұрмыз. Әлі шыққан жоқ. Қазақ тілі қарай төрге шығады, сонда біз бостандық деп айтуға болады. Соған бәріміз атсалысуымыз керек. Оған қазақтың мүмкіндігі бар. Басшымыз мәңгі ел боламын деп дұрыс, жерімізде байлық жетеді, тіліміз өте бай, бірақ төрге шығара алмайды. Соған әр қазақ атсалысу керек. Азаматпын деген қазақ. Дұрыс, дұрыс айтасыз. Енді мына коммунист партияның табиғаты қандай деген тұрсақ. Коммунист партияда 3 кемшілігі бар. Бірінші Құдай жек көретін кешше. Екінші не істесе де біріне бір сілтеп жауап бермейтін, жауапсыз. Үшіншіден өліп кетсе де қатесін мойындамайтын, тоң мойын топпас. Сонда қара, кешше, жауапсыз, тоң мойын топпас. Қорытын шығарғанда Исвостар партиясы дейді бұны. Мұны сондықтан біздер 70 жыл бойы кім биледі? Залым Сталин, нақұрыс Хрущев, наркоман Брежнев, Далбаңбай Горбачев басқарды міне. Ақырында бітіріп қойды. Сосын бұл партияның тағы бір несі, бұлар өтірікші, 200-ді өтірікші ұры партия. Солар әлі, мұны қара, өздері ұстап беріп отыр. 7 жыл бойы коммунист партиямыз өкін. Енді халық партиясымызды жамау жапсырып алып отыр. Әлі халықтан, қазақ халқынан кешірім сұрақ, сотталуға тиіс коммунист партияның өкілі парламентке 2 рет өтіп кетті. Ішінде далбаңдап қазақ жүр. Бұл нені білдіреді? Бұл қазақ халқының бір сырқатын көрсетіп тұр. Қандай сырқат? Сырқат. Білесің бе? Рухани сырқат дейсіз ба? Өзін өзі бағаламайтын. Міне қазақ тілдің қолына су құя алмайтын. Міне аударма қарадым. 3 мысал келтірейін саған. Өздерін жауынгерміз дейді, өздерінде әскер деген сөз жоқ. Солдат дейді, солдат немістікі. Бізде соны ауыстырады 3 сөз бар. Қандай? Әскер, сарбаз, жауынгер. Жоқ оны қолданбайдан солдат қолданады, және оны орыстық. Сосын бізден Жириновский шықпай қайтеді. Өзіміз жағдай туғызып отырмыз ғой. Немесе мына жұмысшылар басқарып отыратын адамдардың отыратын жерін, бастықтардың отыратын жері не дейді бұлар? Офис дей ма? Ол француз, кімдікі? Ағылшындікі. Контора дей ма? Латындікі. Канцелярия дей ма? Немістікі. Бюрократ дей ма? Француздікі. Сонда бұларда ел басқаратын салт жоқ. Бұны қаңғып жүрген ойнастан туған Сталин сияқты адамдар басқаруға болады деген сөз. Міне көрдің ба? Сосын бізде бар қандай сөз? Кеңсе. Оны қолданбайды, манағы 4 сөзі қолданады, ол 4 және орыстікі дейді. Сосын бізден Жириновский шықпай қайтеді. Не болмаса керім ұстаз деп телевизорға сұхбатқа шақырады бір мұғалімді. Ол семьяда семья дейді. Семьяның 3 сөзі бар ма қазақта? Қандай? Шаңырақ, отбасы, жанұя. Жоқ ана семьяны қолданады. Сосын Жириновский сияқты сұмырай айтады. Бұл қазақ халқы мал ұқсап шағылысқан екен. Біз семьяны алып адам болып отырмыз. Яғни біз өзімізді бағаламаймыз. Сондай асыл тілде өзімізді қорлап отырмыз. Оны түсінбейді. Сол мұғалімнің беделі қайдан болады? Манағы керім деген мұғалім ана жүргізуші дейді сұрақ қоймайды.
Ай сен ұстаз емессің ба? Семьяң не? Біз үш сөз бармыз деп айтып білмейді. Өздерінің беделін өздері түсіріп жатқан мұғалім. Дұрыс айтасыз аға, Ол дұрыс білім айтасыз. беріп жарыта ма? Міне. Соған бәріміз атсалысуымыз керек ағайын. Енді жаңағы 86 жылғыны не деп шештік енді аға, соны айтып берсеңізші. 86-дағыны не деп шештік деймін? Нені? 86 жылғыны Иә. не деп шештік деймін оны? Айтып отырмын.